Баршаңызға ассалаумағалейкум. Украинадағы соғысқа қатысып жатқан қазақстандықтың үстінен іс қозғалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті Украинада соғысып жатқан қазақстандыққа қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Тағы да оқыңыздар, Қазмұнайгаз компаниясының бұрынғы басқарушы директорына іздеу жарияланды. Сотқа дейінгі тергеу қылмыстық кодекстің 172 бабы, жалданушылық белгілері болмаған жағдайда Қазақстан Республикасы азаматының шет мемлекет аумағында қарулы қақтығысқа немесе соғыс қимылдарына қасақана заңсыз қатысуы бойынша жүргізіледі. Бұл бап қылмыскерге 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын беруді көздейді. Комитет мәліметінше, тергеуді бастауға бұл адамның Украинадағы соғыс қимылдарына қатысуы туралы ақпарат түсуі себеп болған. Оқиға қазақстандықтың аты жөнін атамады, сондай-ақ оның қай тараптың мүддесі үшін соғысып жатқанын нақтыламады. Алайда бүгінгі таңда Украин армиясы жағында соғысып жатқан жалғыз қазақстандық ерікті Жасұлан Дүйсенбин екені белгілі. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.